Тағы да хрустящий баклажан салаты ма деп тұрған болсаңыз, қателесесіз. Бұл жолы сіздерге теп-тегін трендтегі брынза салатының рецептімен бөлісемін. Парақшамда көптеген ақылы мастер-класстардан алынған тегін рецептер бар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдымен жүрекшені қызартасыз, артынша дәл осындай базарда сатылатын брынзаны кубиктап, ірілеп турайсыз. Дәл осылай турасаңыз салатта да жегенде де өте әдемі болады. Енді қытырлап пісіп шығу үшін біраз қасық кукурузды крахмал салып жақсылап араластырып, табамызға май құямыз. Енді бір-бірлеп брынзамызды қызып тұрған майымызға салып, екі бетін дәл осындай қып-қызыл болғанша қуырып шығасыздар. Енді майымыздан бөлек алып, дәл сол майға төрт бұрыштап туралған ірі шампиньондарымызды қызартып қуырып аламыз. Жоғары отта қуырсаңыздар, суы қашпай өте әдемі болып шығады. Енді салатымызды жинаймыз. Бөлек ыдысқа қуырылған шампиньон, черри қызанақтары және рукола. Қып-қызыл болып піскен брынзамызды салып, дәл сол қуырылған майымызды да үстінен аздап құйып шығамыз. Міндетті түрде аздап соя тұздығы және аздап тұз қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, тәрелкелерімізге әдемілеп салып, үстінен бальзамикалық соустан құйып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл салаттың дәмі енді керемет болады.